себебі сізде бәрі болуы мүмкін, бірақ аяндырғанда сізде бәрі бар, айтасыз, менде бақыт жоқ дейсіз, мен ең бақытсыз адаммын дейсіздер. Mesela benim bir dostum var, ол чода жұмыс жасайды, чода. Целый отделдің бастығы, үлкен бастық. Менен кіші Қытай. Кәдімгі. Енді атырауда үйі бар, тоже бәрі, абсолютно бәрі бар. Англияда балдар анда-мында бәрі оқиды. О да келіп маған айтады. Мен дейді, айна дейді, менде 3 миллион келеді маған айна дейді. 3 миллион дейді. Бірақ бақыт жоқ қазір менде дейді. Мен балдарымның қасында бола алмаймын дейді. Балдарын WhatsApp-пен көреді, WhatsApp-пен, әйел басса WhatsApp-пен жіберіп тұрады балдардың фотоларын. Постоянно анда-мында жүрісте жұмыста. Түсіндіріп ғой, да? Осы қиын мәселе, осы жайын айтамыз, нәтижесінде мына жетемізде анық қойылған мақсат және жету жолдары. Егер мақсат реально сендердік болса, сендерге өзіңіз айтын болсаңдар, соған қалай жету керек. Мен вообще маған келіп оқысы келген адамнан бірінші назар тұрайын. Сен не жақсы көресің деймін, не істейсің деймін. Көп адамдар өзін жақсы көретін затын жасамайды. Айтады, мен хоббиім ғой, былай істеп жүрмін, бірақ онымен қалай ақша жасаймын дейді. Негізі тап сол жақсы көретін затымен ақша жасау керек. Сонда ғана сенің кәсіптерің алға күш жүреді. Сендер өздеріңде бойларында энергия болады сол кәсіп жүргізуге. Ол болмаса проблема үлкен. Мотивация қажет етпейді. Мотивация кетіп қалады. Екінші блок назад ол. Ойлаған кәсібін іске асыру. Мақсат қойдық, ойладық, мен мынаны жасай аламын. Осында істей аламын, ома ұнайды, соны істеймін. Енді оны іске қалай асыру керек? Вообще, оны қалай іске, оны қалай бизнеске айналдырып алады? Мысалы, бір адам бар, сурет салады. Мысалы, ғалым сияқты міне. Суретші, сурет ұнайды, бірақ өз үшін салу мүмкін. Просто үйде былай отырып тек қызық үшін. Суреттер жақсы болуы мүмкін. Бірақ оны қалай оны ақша алатынын білмейді. Вот, соны біз үйренеміз, қалай асау керек. Бәленбай мысалдар, кім қалай асап жатыр, қалай оған жетті. Ол мысалдар алыстағы мысал емес, Атырауда, Америкада емес, осы біздің жылойдың ішінде. Қалай ол асалып жатыр, қалай істеліп жатыр, қалай асалып болады. Нәтижесінде ол мынандай атқа жетеді біздер. Нақты жазылған жоспар, пошаговый план, қалай іске асыру керек сол затты, пошаговый. Сосын үшінші блок бар мында, ол үшінші блок, сол кәсіпке қаржы тарту. Егер ол әлеуметтік жоба болса, мысалы ғалым дейтін қолды жүкті дейді, ғалым дейтін жігіт қол көтерші. Ғалым дейтін жігіт біздің ауылдың бір белгілі суретшісі. Бұның жобасы әлеуметтік жоба. Себебі бұл жігіттің алдына қойып тұрған мақсаты жақсы. Бұл өнер біздің ауылда өнерді көтергісі келеді. Өнерді деген сурет салу болады, қолдан әртүрлі бұйымдар жасау әртүрлі. Адам өнерлі, если сондай өнер болса, адамдар да өзгереді. Сол себептен бұл кісіге акиматтың өзі поддержка береді. Себебі бұл жақсы жоба. Бірақ қалай болғанда ақша керек бұл кісіге. Ақша керек, зданиесін салу керек, тағы бірдеңе жасау керек. Сол үшінші блок соған арналған. Үшінші блокта ақшаны қалай тарту керек жолға сол жайында айтамыз. Манағыдай Фетса сияқты, шол сияқты компанияларды тарту ма, немесе жеке инвесторлар ма, немесе өзінің идеясын, Эльвира сияқты, Эльвираның айттым ғой, манам дейтін сияқты, біреудің проблемасын шешіп отыра алу ма. Сол орысша жағын сөйлесіп, үшінші блок осыған арналады. Мана несіз кәсіпкер істейтін тренинг 3 блоктан тұрады, 2 күн уақыт алады. Соның құны 50 мың тұрады, 2 күндік тренинг, 6 күн басталады, 8-де бастаймыз, обедпен кешкі 6-ға дейін. Неге 20 мың деп айтасыздар? Әлеуметтік кәсіпкер емес қой. Себебі неге ақы болып тұр? Егер ақысыз болса, мен 2014-те, 2016-ның басында, 2015-те де тегін жүгіріп жүрдім. Мен жерде білетін, қайат білетін, бір тағынан білетін, тегін барып, кісілерді қолдан астап сөйлеп жүрдім, давай істейік деп. Тегін оққандан 0. Тегін оқып көрген кісі ештеңені пайдаланбайды. Ақшасын бері оқса, ол үшін құндылығы өседі. Бұл жерде еще қандай құндылық бар бұл тренингте? Бұл тренингтің құндылығы жеке жұмыс көп болады. Сол себептен біз тек қана 5 адамнан артық уақыт алмаймыз. Бұл тренингте тек қана 5 адам аламын. 5 адамнан артық уақыт болмай қалады. Жеке жұмыс жасаймыз ана адаммен.
көп жұмыс жасаймыз. Себебі әрбір адамның өзінің ойлары бар ғой, өз жеке ойлары. Сол ойларын айтып, сонымен жұмыс жасаймыз. Екіншісі, бір ай бойы, сол 2 күн өткеннен кейін бір ай бойы поддержка болады. Консультация беріп тұрамыз, қалай жасау керек, ары қарата жүргізіп тұрамыз. Және де мына қазіргі бизнесте жаңа нелер бар, технологиялар бизнеске пайдаланатын. Соларды үйретеміз. Себебі қаншалықты ойларың күшті болсын, бірақ оны алға жүргізе алмасаңдар, жаңа Facebook сияқты, контакт сияқтыларды пайдаланбасында, әлеуметтік желілерді пайдаланбасаңдар, оны бизнесті алға жүргізу өте ауыр болады. Мен өзім бастарда оқимын, жаңа не іздеймін, анда-мында барам, кітаптар оқимын, кісілермен кездесем, қазіргі бизнесте қандай аттар болады, соларды айтып тұрамын. Қалай өзгертуге болады, жаңа үлгілі болып. Ол біздің өтетін күні нешеден болады, ол біздің байланыс номер.